Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге үй жағдайында осындай кофенің дайындалу тәсілімен бөлісемін. Ең бірінші ыдысымызға 1 қасық кофе және 1 қасықтай секер және кішкене қайнаған су құйып миксермен жақсылап араластырып аламыз. Көпірік шыққанша 1 минуттай, 1,5 минуттай. Миксермен араластырғанда осындай пена болып шығады көпірік. Одан кейін үстіне кішкене қайнаған суымызды құйып, оған 30 граммдай сүтімізді құямыз. Сонда өте дәмді латте кофе шығады. Дәмі кәдімгі кофеханадағыдай керемет болып шығады. Үйде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын.